Баршаңызға сәлем, сендермен мен Жанера. Бүгін алмалы пирог жасаймыз. Бізге керегі 250 грамм ұнға 1 шай қасық разрыхителімізді салып араластырып аламыз. Одан кейін 50 грамм қаймағымызды, 1 жұмыртқа, 60 грамм секерімізді, шым-шым тұзымызды салып, бір қалыпты жағдайға келгенше араластырамыз. Өте көп және миксермен араластыруға болмайды. Ұнымызды алып, 100 грамм сары майымызды салып, блендерден өткіземіз. Немесе қолмен де илеуге болады. Одан кейін ұнымызды жайлап салып, бір қалыпты жағдайға келгенше қамырымызды илейміз. Қамырымыз қатайып кетпесін, жұмсақ болу керек. Шаймен жұмсақ қылып илеп, 5 минутқа қойып аламыз. Одан кейін противенге дәл осындай видеодағыдай қылып жайып шығамыз. Салмасына бізге керегі 350 грамм қаймақ, 100 грамм секермен және 20 грамм кукурузный крахмалымызды салып, 2 жұмыртқамызды салып араластырамыз. Екі алмамызды тазалап, ішін сыртын алып, бөлшектерге бөліп, пирогтың ішіне салып шығамыз. Одан кейін бетіне қаймағымызды құйып, бетін тегістеп, бір қалыпты қылып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Күйіп кетпесін, қарап тұрыңызға болады. Піскеннен кейін бетіне сахарный пудра себуге болады. Ысылай кесуге болмайды, суығаннан кейін кесіп жей беріңізге болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.